Қайырлы күн, сіздермен бүгін финики в шоколаде әзірлейміз. Сіздерге талғамдарыңызға қарай финикидің королевский қатты түрі құрғақ, немесе глазурдағы финики жұмсақ түрі және де түрлі дәндер қажет болады. Осы видеомды соңына дейін көріп, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Финикидің ортасындағы дәнін суши таяқша арқылы осылай шығарып аламыз. Ал енді қалауларыңызға қарай миндаль, грек жаңғағы, немесе орман жаңғағы, фундукты салып әртүрлі формаға келтіреміз. Орман жаңғағы фундукты салған кезде мен осылай домалақша еттім. Барлығын тура осылай жасап аламыз. Міне дайын. Миндаль, грек жаңғағының формасы осындай болды, ал фундукпен домалақ. Ал енді қара және де ақ шоколадты микроволновкада ерітіп аламыз. Еріген шоколадтардың үстіне бір қасық сұйық майдан қосып, бөлме температурасында кішкене суытамыз. Ол суыған сайын қоюланады. Сол қоюланған кезінде осылай әрбір дайын финикиларымызды шоколадқа аунатып аламыз. Спашкадан қалған финикидағы ізіне, тесікке әшейін шоколад қоя салу арқылы тегістейсіздер. Міне осылай. Финикиларды шоколадқа аунату барысында ыдыстың шетіне бір сілкіп қағып аласыздар, табанында шоколад көп кетіп қалмас үшін. Барлық финики дайын болды. Морозильникке 5-10 минутқа салып аласыздар. Дайын болғаннан кейін бетіне шоколадтан әртүрлі осындай ою-өрнек салсаңыздар болады. Грек жаңғағымен және де міне орман жаңғағымен. Менің каналыма жазылуды, лайк басуды, қоңыраушаны басып, барлық каналымдағы видеоларды көріп шығуды ұмытпаңыздар.